Жетінші есеп. 2,5 метр квадраттың 0,4 гектарға қатынасын табыңыз. Біз қатынасты табу үшін екеуінің де өлшем бірліктерін бірдейге келтіруіміз керек. Ендеше есімізге мынаны түсірейік. 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар. Демек, егер гектарды метр квадратқа айналдыру керек болса, онда біз оны 10.000 метр квадратқа көбейтеміз. Ендеше, 1000-4 гектар көбейтеміз 10.000-ға, немесе 1-ден 10.000-ға қысқартуға ыңғайлы болу үшін. 1000-ға бөлеміз, қысқартамыз, мұнда 1, мұнда 10. Демек, 40 шығатыны жерде. 40 метр квадрат. 0,4 гектар, ол 40 метр квадрат екен. Енді екеуінің қатынасын таба аламыз. Қатынас дегеніміз ол 2,5 бөлінген 40. Немесе біз бұны бөлшек түрінде де жаза аламыз. 2,5 бөлінген 40. Енді 40 пен 2,5-ті біз бірдей санға қысқарта аламыз. Мысалға 2,5-ге қысқартайық. Алымында 1, бөлімінде 16 болады. Демек, қатынасы 16-дан 1. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы болады. 2,5 метр квадрат пен 0,4 гектардың қатынасы 16-дан 1-ге тең екен.